Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ümit. Сәлеметсіздер ме? Сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі сабағымызда біз үйренеміз breakfast, яғни таңғастар туралы айтатын боламыз. Таңғасқа қандай тамақ түрлерін ішеді және оны ағылшын тілінде қалай айтады, сол жөнінде тоқталатын боламыз. Онда кеттік. Cereal дегенді есімізде оңай қалу үшін бұны каша десек бәріміз білеміз. Cereal, каша. Бұл осыны cerealды пысқан сүтке салып, таңертең аш құрсақ ішіп алсаңыз, қарныңыз тез тояды ғой. Соны. Жеңіл тамақ әрі тез тамақ cereal. Cheese дегеніміз ірімшік. Cheese. Созып айтамыз. Cheese. Ірімшік. Coffee деген сөз ғой. Қазақ тілінде кофе деп айта саламыз, бірақ ағылшын тілінде coffee. Eggs, жұмыртқа, тұқым. Jam, варина. Мынау бүлдірген варинасы екен. Jam. Егер дүкендерден барып jam сатып алатын болсаңыздар, сыртында ағылшын тілінде jam деп тұрады. Яғни варина сатып алсаңыздар, сыртында jam деп жазылып тұрады. Juice дегені өсімдік шырындары, яғни жемістің шырындары, жеміс шырыны, оны juice дейді. Немесе сок деп те айтсақ та болады. Juice. Milk, сүт. Milkті үйреткеніңізде біз есте қалу үшін айтамыз. Сиыр сауған кезде қайтеміз? Milk деп сүттің дыбысы қайтып шығады. Milk деп шығады. Сонда сол енді олай шықпауы мүмкін, енді есте қалу үшін осылай айттық. Milk. Sugar дегеніміз не? Қант, мұзған шекерді біз sugar дейміз. Tea. Қандай? Шай деген сөз. Tea. Шайды tea деп айтамыз. Toast. Енді бұл Еуропада, болмаса Америкада көп жейтін тамақ, яғни қақталған нан, toast. Қақталған нанды toast дейміз. Немесе кейбір адамдар toast деп айтады қазақ тілінде, бірақ оның шынайы аты қақталған нан, toast. Bread. Болканы bread дейміз. Bread. Butter. Енді бір ескерте кететін жер, ағылшын тіліндегі осы екі ти қос ти келсе д деп оқысақ дұрыс болады. Butter. Сармай деген сөз. Butter. Сармайды қайтып жейміз? Нанға батырып тұрып жейміз. Сонда butter. Есте қалды ма? Сармай десе butter. Не үшін? Нанға батырып жейміз деп жаттап аламыз. Окей, бүгінгі сөзімізге қайталай тоқталайық. Butter. Сармай, нанды батырып тұрып жейміз. Butter. Егер үйіңізде дәл қазір сіз осы сабағымызды көріп отырған кезіңізде, не болмаса, сіздің үйде бар болған болса осы сармай, соның сармай салған ыдыстың сыртына butter деп жазыңыз. Болмаса көрген кезде нанды батырып тұрып жеп жатқан кезіңізде butter деп еске алыңыз. Butter. Екі т д болып қалады. Butter. Bread дегеніміз не? Болка, Bread. Маған bread бер деп айтады. Bread деп. Братан, маған bread берші деген сияқты. Енді есте қалу үшін айтып отырмыз. Bread. Нан, болка, bread. Енді болка, нан дегенге қолданамыз. Bread. Toast. Қақталған нан, toast. Tea. Шай. Sugar. Қант. Sugar. Шекер. Sugar. Milk дегеніміз сүт. Milk. Juice. Jam. Варина. Eggs. Тұқым, жұмыртқа. Coffee. Cheese. Ірімшік.
cereal, cereal. Қайталаймыз. Cereal, cheese, coffee, eggs, jam, juice, milk, sugar, tea, toast, bread, butter, butter. Қайталаймыз. Butter, butter, bread, bread, toast, toast, tea, tea, sugar, sugar, milk, milk, juice, juice, jam, jam, eggs, eggs, coffee, coffee, cheese, cheese, cereal, cereal. Онда бүгінгі үйренген сөздеріміз неге қатысты екен? Таңғы асқа қатысты екен. Breakfast, таңғы ас. Онда таңғы астың тамақ түрлерін жаттап алыңыздар. Breakfast, таңғы ас. Сабағымыз ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгінгі сабағымыз осыраға дейін. Келесі сабағымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.